Екінші бөлім. Ұйқының маңызы. Бұл бөлімде Уокер ұйқының пайдасы және ұйқысыздықтың сіздің денсаулығыңызға қалай зиян тигізетіні жайлы айтады. Ұйқының артықшылықтары. Жақсы ұйқы сіздің миыңыздың жұмысын 3 түрлі тәсілмен жақсартады. Біріншіден, ұйқы фактілерді ұзақ уақыт есте сақтау қабілетін жақсартады. Ұзақ мерзімді естеліктерді сақтайды. Жаңа ақпаратқа орын босату үшін. Қысқа мерзімді жадыны тазалайды. Екіншіден, ұйқы ұмыту қажет естеліктерді азайтады. Үшіншіден, ұйқы бұлшық ет жады немесе қозғалыс міндеттерін орындау қабілетін арттырады. Ұйқысыздық қалай зиян келтіреді? Уокер ұйқысыздықтың ми жұмысына зиянды 3 себебін атайды. Біріншіден, ұйқы жетіспеушілігі назар мен концентрацияны азайтады. Ұйқы жетіспеген сайын өнімділік біртіндеп нашарлайды. Бұл сіресе автокөлік жүргізу сияқты қауіп-қатері жоғары жұмыс істейтіндерге өте зиян. Екіншіден, ұйқы жетіспеушілігі эмоционалды бақылауды нашарлатады. Уокер ұйқы жетіспегенде мидың эмоцияны бақылайтын бөлігі бақылаудан шығып, эмоционалды реакция беру 60%-ға арттырады дейді. Ұйқының бұзылуы, көңіл-күй бұзылуының кең таралған симптомы. Үшіншіден, ұйқы жетіспеушілігі Альцгеймер ауруының дамуына ықпал етеді. Есте сақтау қабілетін нашарлатады. Альцгеймер ауруымен байланысты лимфатикалық тазалау жүйесінде бұзады. Ұйқысыздықпен байланысты аурулар. Ұйқысыздық ми жұмысынан басқа көптеген физиологиялық процестердің қалыпты жұмысын бұзады. Ол ақыр соңында келесі ауруларға келіп соғуы мүмкін. Жүрек ауруы, диабет, семіру, салмақ қосу, репродуктивті функцияның төмендеуі, кейбір қатерлі ісік түрлері, тез қартаю, спорттағы нәтиженің төмендеуі, өлім.